қаржы бөлініп, көптеген жұмыстар атқарылды. Соның бірі Жанқожа Батыр атындағы осы саябақ. Ауылдағы мектеп, мәдениет үйі, әкімшілік ғимараты қайта жөндеуден өтті, көшелер жарықтандырылды. Сонымен бірге Әйтеке би кентіндегі Жанқожа Батыр кесенесін абаттандыруға қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар жүргізілді. Бұның барлығы деген ұрпағының Жанқожа Батырға деген шексіз құрметі мен зор ықыласынан туған дүниелер деп есептейміз. Баба мерейтойына арнайы шақыруымызды қабыл алып, еліміздің әр қиырынан келген бүгінгі осы мерейтойымызға қатысып отқан қадірлі қонақтарымызға шынайы алғысымызды білдіреміз. Бұл шаралар тек қана мерейтой өткізу үшін ғана емес, біздің негізгі мақсатымыз өткенді саралау, барымызды бағалау, азаттық үшін күрескен бабалардың ерлігін кейінгі ұрпақтың зердесіне жеткізу, елдің рухын көтеру, намысты ұрпақты тәрбиелеу. Жанқожа Нұрмұхаметұлының есімін қазіргі ұрпақ ұлықтап, ұран етіп жатса, Батыр бабамыздың рухы мәңгілік жасайды деп білеміз. Ылайым солай болсын, мерейтой құтты болсын. Тәуелсіз еліміздің жасарып жаңаруына бағытталған әрбір ісімізге Батыр бабаның рухы жар болсын. Еліміз, елбасымыз аман болсын. Ниет тілегіміз қабыл болсын, ардақты ағайын. Сасқанға сая болып, асқанға тостан болып, ұлысқа ұран болып, ұрпаққа ұстаз болып, елдің иесі болып, жердің киесі болып өткен Батыр бабамыздың рухы риза болсын.